Bir комната сатылады. 105 серия. Biz 4 қабатқа шығып келдік. Өзі 5 қабаттан тұрады, 4 қабат. Кіреберіш жер темір есік, бұрын есік, сыртқы есік. Бұл жағы ашхана. Терезелер пластик екен. Газ, свет, су, отопление бүт бардығы центральный. Стул, холодильник. 105-те білесіздер. Ашханасы да кенен, балконында кенен, жуынып тараншы бөлмесі дағын кенен. Бардығы кенен болды. Аристон қойылған. Сумызда су бар, айлана тегері кафелденген. Так, бұл жағы сыртқы есік, темір есік, бұрын есік дедім, бұл жағы. Бағасы ағауыз телефонына байланышқа шығасыздар, келішесіздер. Отопление жақсы үйден жылу екен. Балкон кенен. 105-те балконды білесіздер, бұл жағы өзінше лепірдеме. Так, сіздерге 122-nin конечный бар ғой, оштан не кіріп келсеңіз болады. Ошысқа 122. Неме 22 леді екенім. Бұл жерде Себат бар. Нариман мектебінің әрең тұрасаңыз болады. Зайнабиднова тараптан кіріп келсеңіздер болады жаңағы. Мешіттен базар бар ле омырда, күріктің жанынан ле, Бегай сұлулық салонының жанынан кіріп келсеңіздер де болады. Қысқасы мектеп жақын, балабақша жақын, бүт бардық жақын. Бағасына қауызын телефонына байланышқа шығасыздар. Ипотека жолы бар. Байланыш жолы бересіздер, құдай берсін. Қазіргі бір бөлмелі баттердің дәрігіне тоқталсақ, Ошысқа 22. Biz mынау районнан кіріп келгенде 125-nin конечный бар. Бұл жерде мынау жолмен кіріп келесіз. Қаласаңыз Зайнабидновадан жана мешіттен түшіп тұрып күрік жаққа жөнөгенде Бегай салоны бар. Остановканың жанынан кірсеңіз болады. Күрікке жетпей кірсеңіз 22 тарек. Мынау Себат. Арқы қапталы Нариман мектеп. Мектеп балабақша маршрут қаттам, такси қаттам абдан ыңғайлы. Мынау жолы. Тепкіштен түшіп келсеңіздер де болады. Мынау жақтан Нариман тараптан егер бұл жақтан не кіріп келем дей тұрған болсаңыздар.